Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және де қамыры ойдағыдай шығатын сосиски в тестен рецептісімен бөлісетін боламын. Таза құрғақ ыдысымызға ең алдымен жылы сүтімізді, жылы суымызды, бір дана ақ уызымызды және де сұйық майымызды, тұз және де қантымызды саламыз. Ашытқызымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алдық. Ендігі кезекте 400 граммдай ұнымызды саламыз. Ұнның сапасына байланысты аз немесе көп кетуі мүмкін. Жақсылап қамырымызды қолымызға жабыспайтындай етіп қамыр елейміз. Міндетті түрде бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды қолымызға кішкене ғана май жағып, қамырымызды ыдысымыздан босатып аламыз. Қамырымызды ендігі кезекте жайып аламыз. Өте жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Қалыңдығы шамамен 3-4 мм болса жеткілікті. Қамырымызды енді ұзыншақ етіп, ұзын жолақтарға кесіп аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды сосискиға осылайынан айналдыра отырып, орап шығамыз. Ендігі кезекте 15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін бетіне жұмыртқаның сары уызы мен 1 ас қасықтай сүтімізді жақсылап араластырып, сосиски в тестенің бетіне жағып шығамыз. Барлығын міндетті түрде мұқият жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Сосиски в тестелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Қамыры өте ойдағыдай болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздермен болған Ариана және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.